Қалампырдың денсаулыққа пайдасы. 1. Иммунитетті көтеріңіз. Қалампыр – бұл дәруменнің жақсы көзі, суда еритін антиоксидант, патогендер мен тотығу стрессіне қарсы тосқауыл ретінде әрекет ете отырып, иммундық қорғанысқа ықпал етеді. Бұл өз кезегінде иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі және иммунитеттің дұрыс жұмысына көмектеседі. 2. Ауыз қуысының денсаулығын нығайту. Тіс қалампырларында микробқа қарсы, қабынуға қарсы және бактерияға қарсы қасиеттері бар. Олар біләшек, гингивит және басқа да ауыз қуысының тіс ауруларының ауырлығын төмендетуге көмектеседі. Зерттеу көрсеткендей, қалампыр сағыз ауруына ықпал ететін бактериялардың 4 түрінің өсуін тоқтата алады. 3. Бауырдың денсаулығын жақсарту. Қалампыр эвгенолға бай, қабынуға қарсы және антиоксидантты қасиеттері бар биоактивті қосылыс. Бұл бауырдың зақымдануынан сақтауға және бауыр циррозының белгілеріне қарсы тұра алады. 4. Қандағы қант мөлшерін реттеңіз. Тістерде эвгенолдың болуы қандағы қант деңгейін бақылауда ұстай алады. Бұл қосылыс инсулин секрециясын жоғарылатып, глюкозаға төзімділікті және бета жасушалардың жұмысын жақсарта алады. Осылайша қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. 5. Ас қорытуды күшейту. Қалампырларда ас қорыту ферменттерінің бөлінуін ынталандыратын және ас қорыту процесін жеделдетуге көмектесетін көптеген биоактивті қосылыстар бар. Қалампырлар асқазанның қышқылдығын, газ бен жүрек айнуын төмендететіні белгілі. 6. Ісіктің өсуіне жол бермейді. Зерттеу қалампырдың этил ацетат сығындысының ісікке қарсы белсенділігін көрсетті. Қалампырларда қатерлі ісік ауруларын емдеуге көмектесетін терапевтік қасиеттер бар. 7. Салмақ жоғалтуға көмек. Қалампыр сығындысы майлығы жоғары диета нәтижесінде семіздіктің басталуын төмендетуі мүмкін. Қалампырды қолдану іш майын, дене салмағының төмендеуін және бауыр майын азайтуға көмектеседі. 8. Сүйектердің денсаулығын жақсарту. Қалампыр марганецтің, кальцийдің және магнийдің керемет көзі. Бұл сүйектердің түзілуіне көмектеседі және сүйектердің денсаулығын жақсартады. Сонымен қатар, қалампырда эвгенолдың болуы сүйектің тығыздығы мен беріктігін арттыруда тиімді екендігі дәлелденді. 9. Төменгі асқазан жаралары. Асқазанның қабығында асқазан жаралары пайда болады және қалампыр оны емдеуге көмектеседі. Қалампырлар асқазанның шырышты түзілуін жақсарта алады. Ол қорғаныштық тосқауыл қызметін атқарады және ас қорыту қышқылдарының әсерінен асқазан қабығының эрозиясына жол бермейді. 10. Тыныс алу органдарының денсаулығын жақсарту. Тістерді бронхит, демікпе, суық және жөтел сияқты тыныс алу жүйесінің бірнеше проблемаларын емдеу үшін қолдануға болады. Бұл көбінесе қалампырдағы қабынуға қарсы қасиеттерге байланысты. Бұл тыныс алу жолдарының қабынуын төмендетуге көмектеседі. 11. Тері денсаулығын жақсарту. Тістердегі бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы қасиеттер безеуді емдеуге және терінің жалпы денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Бұл қалампыр майын безеулерден туындаған қабынумен күресу арқылы безеулерді емдеуге пайдаланудың себептерінің бірі. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.